Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен қайнатпалы кремнің рецептімен бөлісемін. Бұл кремді трубочки, эклер, медовый, Наполеон торттарына және үй жағдайында жасалатын десерттерге қолдануға болады. Ең бастысы үйде бар қолжетімді заттардан дайындалады. Ендеше кремді жасауға кірісеміз. Менімен бірге болыңыздар. Крем дайындауға қажетті заттар: бөлме температурасындағы сүт, ұн, жұмыртқаның сарыуызы, құмшекер, сары май. Қосылатын заттардың мөлшері төменде описанияда жазылған. Отқа төзімді асты қалың ыдыс аламыз. Ыдыстың асты жұқа болса күйіп кетуі мүмкін. Ыдысымызға құмшекер мен жұмыртқаның сарыуызын салып, араластырып аламыз. Ұнымызды біртіндеп салып, тағы араластырамыз. Үстіне сүттің бір бөлігін құйып, массамыз бір келкі болғанша араластырамыз. Видеода көрсетілгендей бір келкі күйге түсуі қажет. Сүттің қалған бөлігін құйып, жақсылап тағы араластырып жібереміз. Газ пешімізді ең жоғары қызуға қоямыз. Ыдысымызды қойып, үздіксіз тез-тез араластырып тұрамыз. Араластыруды мүлдем тоқтатуға немесе кетіп қалуға болмайды, күйіп кетеді. Видеода көрсетілгендей, енді қоюлана бастағанда газ пешіміздің астын баяулатамыз және қою болғанда тоқтатып, пешімізді өшіреміз. Үстінен сары майды салып, езілгенше араластырып жібереміз. Дайын болған кремді бетін пленкамен жауып, бөлме температурасында суытуға қоямыз. Қайнатпалы крем дайын болды. Өте керемет, қою, дәмді болып шықты. Енді тортқа немесе десерттерге қолдана беруге болады. Видео ұнаса лайк басып, маған тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Апта сайын арнамда жаңа видеолар шығып отырады. Видеоны соңына дейін тамашалағаныңызға рахмет.